Саламатсыздар ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы натурал сандар қосу және азайту деп аталады. Осы сабақтағы оқу мақсаттарымыз азайту амалын білу, азайтудың қасиеттерін білу, қосу амалын білу, қосудың қасиеттерін білу. Сабағымызды бастамас бұрын біз сіздермен өткен тақырыпқа шолып өтейік. Сандарды салыстыру қандай белгілермен жазылады? Екінші сұрақ: координаталық сәуледе кіші сан үлкен санның қай жағында кескінделеді? Үшінші сұрақ: разрядтар саны әртүрлі екі натурал санды қалай салыстырады? Сұрақтарды қайталап болсақ, енді жаңа сабағымызға көшейік. Сонымен, натурал сандарды қалай қосамыз деп ойлайсыздар? Натурал сандар дегеніміз жалпы ол 0-1-ден бастап 9-ға дейінгі сандарды біз айтамыз. Натурал санына 0 саны кірмейді. Ендеше натурал сандары 1 таңбалы, 2 таңбалы, 3 таңбалы, тағы сол сияқты сандарды қосуға болады дейміз. Енді натурал сандарды қосу үшін натурал сандарды қосуда натурал сандар бірлік разрядтан бастап разрядтары бойынша қосылады. Біз сіздермен разрядтар бойынша да өттік. Бірлік разряд, ондық разряд, жүздік разряд, мыңдық деген тағы сол сияқты кете береді. Натурал сандарды қосу әріптермен мына түрде жазылады. А қосылған Б тең С. Мұндағы А дегеніміз, Б дегеніміз кез келген натурал сан. С дегеніміз сол қосындының мәнін айтамыз. Келесі: натурал сандарды азайту. Натурал сандарды азайту дегеніміз не? Бұл да натурал сандарды қосуға ұқсас болып келеді. Яғни қосындының мәні мен қосылғыштардың бірі белгілі болғанда, екінші қосылғышты табу азайту амалы деп аталады. Натурал сандарды азайту натурал сандарды қосу тәрізді разрядтар бойынша орындалады. Егер осы натурал сандарды азайтуды әріптер түрінде жазсақ, онда мынадай түрде ол белгілі болады. А азайтылған Б тең С. Бұл жерде А үлкен Б-дан немесе А тең Б-ға болуы мүмкін. А минус Б дегеніміз бұл жерде айырма деп аталады. С дегеніміз айырманың мәні. Мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал: біз сіздермен білеміз, кез келген натурал сандарды қосқан кезде біз сіздермен оларды баған түрінде қоса аламыз және баған түрінде де азайта аламыз. Ендеше мынадай мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал: 4517 қосылған 895. Мәні нешеге тең болады? 5412-ге тең болады. Екінші мысал: 64357 азайтылған 2583. Мәні неге тең болады? Дұрыс айтасыздар, 61774-ге тең болады. Енді сіздерге тапсырма: разрядтары бойынша жіктелген санды тап. Яғни 700 қосылған 90 қосылған 6 деген есеп. Екіншісі 20.000 қосылған 8.000 қосылған 600 қосылған 3. Екінші есеп. Үшінші есеп 6.000 қосылған 500 қосылған 40 қосылған 3 деген есептер берілген. Осыларды шығарып көріңіздер. Екінші есеп: теміржол бойымен Астанадан Көкшетауға дейін 297 километр. Ал Көкшетаудан Петропавлға дейін одан 110 километр кем. Теміржол бойымен Көкшетау арқылы Астанадан Петропавлға дейін неше километр? Осы есептерді шығарып көріңіздер. Сонымен сабағымызды аяқтамас бұрын бүгінгі сұрақта біз қандай тақырып өттік сіздермен? Натурал сандарды қосу және азайту. Енді сонымен натурал сандар қалай қосылады? Қандай амал азайту амалы деп аталады? Натурал сандар қалай азайтылады? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.